Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге кокостың пайда жағын және кокосты қалай бөлу керек, одан қандай заттар алатынымыз жайлы бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыз. Ең алдымен кокосты осындай үш тесігі болады. Кокостың жұмсақ жерінен кесетін боламыз. Негізі осындай үштік затты қолданғандарыңыз дұрыс болады. Осы екі шетінен тесетін боламыз. Қайсы жұмсақтау сол жағынан тесеміз. Одан кейін барып суын стаканға құйып аламыз. Өз осындай прозрачный су сияқты кәдімгі суы ағады. Жақсылап тесіп алып ыдысқа құямыз. Бұл жемістің пайдалы жағын айтатын болсақ, құрамында витаминдер өте көп, және бұны сүтін, күнделікті кәдімгі сүттің, сиырдың сүтінен айырмашылығы өте пайдалы, және де құрамында микроэлементтер өте көп. Осылайынан барлығын құйып аламыз. Бір әжептәуір суы шығады осындай. Оны ішсеңіздер болады, болмаса өз сүтіне қосып, неше түрлі выпечкаларға қоссаңыздар болады, немесе кашаларға азғантай мөлшерде қосып дайындауға болады. Сүтінің көмегімен мен сүзіп алдым. Енді кокосты бөлеміз. Кокосты жақсылап жуып аламыз. Одан кейін барып сыртын ауыр затпен осылайынан айналдыра отырып жақсылап ұрамыз. Осылайынан бөлінді ортасынан. Енді ортасын ашып, мына осындай аппақ әдемі болып шығады. Енді сыртындағы қабығынан ажырататын боламыз. Пышақтың көмегімен осылайынан бөліп аламыз. Бұл ішіндегі кокосты көбіне кокосовый стружка жасауға болады, және де сливки жасауға болады. Кокосовый өте пайдалы, және де кокосовый сливкиді кожаңызға, жәнегі бет терісіне, және де шашқа қолдануға өте пайдалы, және де кокосовый стружкасын выпечкаларға, мысалы Рафаэлла, және де басқа да тәттілерге қоссаңыз болады. Енді барлығын ажыратып алған соң, оны блендермен майдалайтын боламыз. Сыртындағы қоңыр несімен де блендерден өткізуге болады. Негізі мен аппақ болсын деп барлығын пышақтың көмегімен сыртын ашып тазалап алдым. Осындай көп мөлшерде шығады. Енді пышақпен тазалаймыз. Сонымен қатар видео ұнаса, менің каналыма тіркеліңіз, лайк басып, видео қызық болса, подписаться етіңіз менің каналыма. Менің каналымда басқа да пайдалы рецепттер бар, тәттілердің рецепті бар. Және де осы видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Барлығын пышақпен ашып алдық. Енді блендердің көмегімен барлығын өткізіп аламыз. Блендер болмаса, ет тартқыштың көмегімен жасасаңыз болады. Және де құр өзін тартпай, осындай азғандай мөлшерде су құйып,
өткіземіз. Өйткені құрғақ күйінде ол блендерден өтпейді. Жақсылап өткізіп алдық. Барынша майдалап өткіземіз. Одан кейін өткізіп болған соң оны специально марлы, таза марлыны алып, болмаса сондай специальный мешоктар сатылады. Сондай Озон, Wildberries деген дүкендерде сатылады. Мен осындай таза марлының көмегімен сүзіп алдым. Және де бұл ешқандай қоспасыз өте дәмді, өте пайдалы болады. Және де бұл жеміс-жидек сатылынатын дүкендерде қатты қымбат тұрмайды. Енді барынша сығып аламыз. Барынша сығып болған соң, оның кокос сүтін ситодан өткіземіз. Одан кейін салқын тоңазытқышта және салқын бөлмеде 3 тәуліктен артық сақтамаймыз. Енді кокосовый стружкаларымызды алып, осындай тәрекеге немесе жайпақ ыдысқа бөлме температурасында кептіріп аламыз. Сосын естеріңізде болсын, бұл кокосовый стружканы көп сақтауға болмайды. Тез арада 2-3 күннің уже кепкен соң, тез арада жәндегі тәттілерге пайдаланыңыздар. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліңіз. Баршаңызға ас болсын.